ертегі жетіла, қане бастайық. Ертеде ешкінің жеті лағы болыпты. Орманға баруға жиналған ешкі лақтарын шақырып алып, ақылын айтады. Мен дүкенге барамын. Сендері үйде қаласыңдар. Есікті ешкімге ашпаңдар. Мен келгенде ғана ашасыңдар, жарай ма? Даусым жіңішке екенін білесіңдер, ал аяғым аппақ. Мені сол белгілерден танисыңдар. Қорықпай тыныш отырыңдар, мен азық-түлік алып келемін. Себетін қолына алған күйі жылы сөзін айтып қақпадан шығып кетті. Үй іргесіндегі ағаш түбінде тілі құлыққа үйір қасқыр жасырын отырған. Ол ешкінің көзден ғайып болуын күтіп жүрді. Ана алыстай берісімен ол тасадан шығып айласын бастады. Бұл кім? Мен аналарыңмын. Біздің анамыздың дауысы жіңішке? Сен біздің анамыз емессің. Қасқыр ұстаға барады. Даусым темір қырылындай болып кетті. Құлаққа жағымдырақ етіп соғып бере аласың ба? Қызық өтініш екен. Ойланайын. Дауысы жіңішкеріп, лақтарға қарай бет алды. Балаларым, кішкентайларым, есікті ашыңдаршы. Біздің анамыздың аяғы ақ түсті. Сен біздің анамыз емессің. Шынында да сол күні құлыққа толы қасқырдың ойы басқа еді. Ол қораға кіріп, ұн қаптарын аударып, қара табандарын ақ ұнға батыра бастады. Аз сәтте ақ аяқтар аппақ болып шыға келді. Енді ешкім ажыратпайды. Деп ойлады ол. Ұрланған ұнды аяғына сүлп етіп жапсырып, ол лақтар тұратын үйге кіріп, жеті лақты қапқа салып алып кетеді. Балаларым, қайдасыңдар? Үйді кім бұлай шашып кетті? Қошақандарым, қайда кеттіңдер? Ой, біреу жылады ма? Қарағым, сен бе бұл? Анашым, қасқыр келді, даусын өзгертіп бізді алдады. Үйге кірген соң бәрімізді қапқа салды. Мен сағатқа тығылып үлгердім. Уайымдамаңдар, кішкентайлар. Ертеңге дейін күте тұрасыңдар. Енді мен тынығып алайын. Жақсы, енді қалғандарын құтқарайық. Жіп қатты байланып қалыпты. Уайымдама, кішкентайым. Міне қазір ашамын. Боталарың, қорықпаңдар, мамаларың келді. Енді біз қапты оның үстіне жабамыз да, мықтап байлап, өзенге шығарып жібереміз. Балаларым, үйге аман есен жеттік, қалай шаршадыңдар ма? Үйіміз қандай жылы? Гүлдерді жолдан теріп алдым. Жарайсыңдар, алтындарым. Қане, себеттегі дәмділерді стелге қояйық.